Ақтау қаласы жергілікті полиция бөлімінің басшысының атқарушы Қайырнұрлан Алабергенұлы. Егер сіздер қандай да бір қылмыстық іс-әрекеттер жасайтын болсаңыздар, бірінші ата-аналардың жауапкершілігі тартылады. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 127 бабында көрсетілген ата-аналық құқығын тиісті дәрежеде атқармаған үшін айыппұл салады. Келесі 435 бапқа әкімшілік құқық бұзушылық кодексте 14 жас пен 16 жас арасындағы балдар ұсақ құқық бұзушылық жасайтын болса, сіздерге айыппұл салады. Одан кейінгі 132 бап әкімшілік, ондан кейін компьютерде ұлтта жүретін болсаңыздар, 442 баптың бірінші бөлімі бойынша сіздердің ата-аналарыңызды жауапкершілікке тартады. Келесі нәрсе, полиция басқармасына екі немесе одан көп даставерение жасайтын болсаңыздар, Қазақстан Республикасының 1098 бұйрығының негізге ала отырып, бір жылдың ішінде екі немесе одан көп құқық бұзғандығы үшін Ақтау қаласының полиция басқармасының есебіне алынасыңдар.